Сыр бойындағы халық қақаған қыстың ызғарынан енді құтылып, көктемнің жайма шуақ күндері Наурызды тойлап жатқанда, сонау солтүстікте Орынбор губернаторының сарайында Обручев деген губернатор сол кездегі Ақмешіт бүгіндері Қызылорда жерін басып алудың үлкен құпия жоспарын әзірлеп жатты. Орыстарды жау көрсе де Ақмешіт халқы бұл құпия жоспардан мүлде хабарсыз еді. 18 күнде 410 шақырымды жүріп өткен Перовский отрядының бас эшелондары 1853 жылы 3 шілдеде Ақмешіт бекінісінің алдына келіп тоқтады. Ал әскердің қалған бөлігі 2 күннен кейін келді. Қаланың шабуылсыз тізе бүкпейтінін түсінген Перовский бұйрық берді. Осылайша Ақмешіт үшін қырғын шайқас басталды. Гүрсілдеген артиллерия адамдардың айқайы құлақты тұндырып жіберді. 19 ғасырдан бастап қазақтардың оңтүстік территориясы Қоқан мен Хиуа билеушілерінің қол астына өте бастады. Бұл уақыттары солтүстікте Ресей әскері де Арал теңізі маңына жақындап қалған еді. Алайда Ресей үшін Арал теңізіне жету өте қиынға түсті. Әрине, мұны бірнеше факторлардың әсері деп айтуға болады. Сонау 18 ғасырдан бастап кіші жүз билеушілерінің Ресеймен жасаған келісім шарттарынан бері арада 100 жылдан астам уақыт өткенімен жайықтан шығысқа қарайғы жерлер әлі де толық бағындырылмаған. Кіші жүздің өзінде бірнеше ірі көтерілістер басталып, патша үкіметі бұл аймаққа орныға алмай-ақ қойды. Сөз жүзінде кейбір сұлтандарды Орынборға, бірде Сібірдегі бекіністеріне шақырып алып, олардан ант алғанымен, уақыт өте келе қарадан шығып халықты басқарған Исатай, Махамбет, Сырым батырлар ондай төрелердің өзін тыңдамай азаттық үшін күресті. Ендігі жерде Шыңғыс ұрпақтарының билігі әлсіреп, жекелеген батырлар мен Ресей, Қоқан, Хиуаға қарсы күресті бастаған қолбасшылардың айналасына халық топтаса бастады. Алайда осындай қарсылықтарға қарамастан 1847 жылы орыс әскерлері Сырдария жағалауына Райым бекінісін тұрғызды. Кенесары Қырғыз жерінде айқасып жатқанда, мына жақта орыс отрядтары Арал теңізіне жетті. Орыс әскері үшін Хиуа мен Қоқан таяқ тастам жерде тұрды. Алайда Кенесары хан жеңілгенімен Жанғожа батырдың көтерілісі басталып кетіп, патша үкіметі тағы да алға жылжуын кейінге шегеруге мәжбүр болды. Бұл кезде оңтүстіктегі Бұхар, Хиуа, Қоқан билеушілері солтүстіктен отты қаруды күрсілдетіп, жолындағысын жайпап келе жатқан Ресей әскерін қалай тоқтатамыз деп бас қатырумен болды. Орта Азия әміршілері қарап жатпады. Бірігіп қимылдамаса да, олар өз беттерінше орыс әскерін Орта Азияға жеткізбей, қазақ даласында тоқтату керектігін түсінді. Сол үшін олар да Ресейден қалыспай оған қарсы жүрді. Былайша айтқанда, солтүстіктегі Ресей мен оңтүстіктегі Орта Азия хандары қазақ даласында бір-біріне қарсы бетпе-бет келді. Қазір арада ғасырлар өткесін, бұл тарихтың қалай аяқталғанын сіз білуіңіз мүмкін, қалай аяқталған айтып бере алуыңыз да мүмкін. Алайда дәл сол кездері, яғни 1800 жылдары, бұл айқаста кім жеңеді, қандай ел жойылады, кімді кім жаулап алады деген сұраққа ешкімде нақты жауап бере алмас еді. Себебі Орта Азия билеушілері Ресейге қарсы күресте жалғыз емес болатын. Кейбір жергілікті қазақтар, яғни Ресей билігіне қарсы қазақтардың өзі осы Орта Азия әміршілері жақында шайқасқанды дұрыс көрді. Ал одан бөлек Орта Азия билеушілерінің әлемдік аренада екі мықты одақтасы болды. Оның біріншісі Осман империясы. Бұл кездері османдардың да жағдайы мәз емес. Ресеймен бірнеше шайқаста жеңіліс тапқанымен, Осман сұлтандары сол кездегі Хиуа, Қоқан хандарымен, Бұхар әмірімен өте жақсы байланыс орнатып, елшіліктер алмасып, оларға түрлі салада қолдау білдіруші ел болып қала берді. Ал екінші үлкен одақтасы бұл Британ империясы. Айдаладағы аралдық Британия пәленбай шақырымда жатқан Орта Азияда не істеп жүр деп ойлауыңыз мүмкін. Ендеше түсіндірейін. 19 ғасырда әлемдік отарлауда үлкен империялар жарысқа түсті. Бұл кезде Америка, Африка, Австралияға жеткен Британ әскері мысық табандап Үндістанды тізерлетіп, Ауғанстан жеріне көз аларта бастаған болатын. Егер Ауғанстан жері бағындырылса,
Ал орыстар Бұхар, Хиуа, Қоқанды тізерлетсе, демек Британия Азия құрлығында Ресеймен шекаралас ел болып шыға келеді. Ендеше Британия билеушілері Ресейді Орта Азияға жеткізбей, қазақ даласында тоқтатып тастауды дұрыс деп шешіп, өзінің агенттерін Хиуа, Қоқан, Бұхар сарайларына жасырын жіберіп, олардың билеушілерімен құпия кездесулер өткізіп, олардың ой ниеттерін біліп, керек болса Ресейге қарсы тұру үшін қолдау білдіретініне дейін жеткізеді. Мұндай ағылшын тыңшылары 19 ғасырда Орта Азия хандықтарында қаптап кетті. Бұл екі империяның Орта Азия үшін бәсекеге түсуі тарихта большая игра немесе үлкен ойын деген атпен белгілі. Мұндағы тарихты нақтылап айта берсеңіз, том-томдаған кітаптарды оқу керек. Ал мен сіздерге қысқаша мазмұнын сол кездегі әлемдік жағдайды көз алдарыңызға елестету үшін айтып отырмын. Жалпы айтқанда, Орта Азия билеушілері Ресейге қарсы тұру үшін осы негізгі екі одақтасқа арқа сүйеді. Әрине, Ресей әскерін қазақ жерінде тоқтатарлық тарихи сәттерде болған шығар, кім білсін. Қалай дегенмен, Орынбор губернаторы Обручев сол кездегі Ақмешіт, бүгіндері Қызылорда бекінісін басып алудың жоспарын әзірлеуге кірісті. Губернатор Ақмешітті басып алу арқылы алдағы уақыттары Хиуа бағытында шабуылды бастауға мүмкіндік аламыз деп жоспарлады. Осылайша 1851 жылы наурыз айында Орынбор губернаторы Обручев Петербургке отырған императорға арнайы баяндама жіберді. Алайда Обручев бұл жоспарын жүзеге асыра алмастан 1851 жылы қызметтен кетіп, оның орнына Орынбор губернатор лауазымы қайтадан Перовскийдің қолына өтті. Бұл адам осының алдында ғана нақтырақ айтар болсақ, 1839-1840 жылдары Хиуаға жасаған жорықты басқарған. Алайда Хиуаға басып кірмек тұрмақ, жолда қазақ даласында қақаған суықтан үсіп, әскері қожырап, оның үстіне дәрменсіз күйде қалған Ресей отрядтарына Хиуа әскері тұс-тұстан шабуылдап, 1054 адамнан айырылған губернатор ақыры Хиуаға жетпестен Орынборға кері қайтып оралуға мәжбүр болған еді. Осынау сәтсіздіктен кейін Перовский Орынбор губернаторлығынан кетіп, Ресейде мемлекеттік кеңесте әскери теңіз күштерінде қызмет етіп, ақыры 1851 жылы Орынбор губернаторлығына қайтып оралды. Бір сөзбен айтқанда, бұл адам қазақ даласы мен Орта Азия хандарымен күресте ащы сабақ алған басшы ретінде енді әрбір әскери қимылды мұқият ойластыру керектігін жақсы түсінді. Ол өзінің император 1 Николайға жолдаған рапортында қоқандықтар мен хиуалықтардың Сырдария жағасында орналасқан бүкіл бекіністерінің күлін көкке ұшыру керектігін баяндады. Ал бұл кездері Қоқан хандығында төніп келе жатқан үлкен қауіпке қарсы тұрудың орнына отырықшы сарттар мен көшпелі қыпшақ тайпалары арасында өзара қырғын соғыс жүріп жатқан еді. 1852 жылы қазан айында Қоқан хандығының тарихындағы ең қанды шайқас болды. Қоқан хандығында үлкен ықпалы бар қыпшақтардың көсемі мұсылманқұл тақта отырған Құдияр ханмен шайқасқа түседі. Қыпшақтарды қырып салған Құдияр хан енді өзіне ықпал етіп келген әскери басшылардан құтылып, елді жеке дара басқаруға кірісті. Алайда бұл шайқас қоқандықтар үшін тым қымбатқа түскен болатын. Сол кезге дейін хан сарайын уысында ұстап келген қыпшақтарды жаппай қырғынға ұшыратты. Қаншама сарбаз шайқаста қырылып қалды. Хандық үлкен көрінгенімен елді тұрақсыздық биледі.